Сәлем достар, бүгін біз сіздермен тирамису тортын дайындайтын боламыз. Бұл торт ешқандай пісіруді қажет етпейді. Сол себепті міндетті түрде жасап, жақындарыңызды қуантыңыздар. Ең бірінші, сваярди печеньелерін осылай бастарын аздап кесіп аламыз. Бұл печеньені үй жағдайында өздеріңіз де жасасаңыздар болады. Енді жаңа кесіп алған жерімізді төмен қаратып, қант ұнтағы бар жағын сыртқа қаратып, осылай кольцоның жиегіне орналастырып шығамыз барлық печеньені. Одан соң барып, ортасына осы печеньелерді салып шығамыз. Одан кейін кремін дайындаймыз. Креміне менде творожный сыр маскарпоне. Одан кейін қант ұнтағын сүзгіден өткізіп саламын. Бірінші қант ұнтағы мен творожный сырды жақсылап араластырып аламын миксермен. Өзіме қажетті массаны алу үшін бірінші осы екеуін жақсылап араластырып болған соң, сливкиді қажетінше құйып отырып, өзіме қажетті масса болған кезде, яғни сливки құюды тоқтатамын. Егер кремім қатты қою болса, тағы да аздап сливкиді құйып, араластырып, өзіме ұнаған жаңағы консистенцияға келтіремін. Енді кремді осындай кондитерский мешокқа салып, тортымыздың бетіне жағуға дайындаймыз. Кондитерлік мешокты міндетті түрде осындай бір бокал сияқты шұңқыр ыдысқа кигізіп алғандарыңыз дұрыс. Кофе мен суды жақсылап араластырып, осылай печеньелерге жағып шыққан соң, кремімізді жағып шығамыз. Кольцомызды осылай барлық печеньелерді салып толтырамыз. Торттың ең бетіне мен осындай тамшы секілді етіп кремдерді жағып шықтым. Кремді жағып болған соң, тоңазытқышқа тортты 3-4 сағатқа қоятын боламыз. Тортымыз міне дайын, енді кольцосынан жайлап босатамыз. Әдемілік үшін осындай лентамен сыртын байлайтын боламыз. Түсі маңызды емес, қандай түсті лента қолданғыларыңыз келсе, өз еріктеріңізде. Енді үстіне какао немесе кофені осылай сеуіп шығамыз. Мен какао пайдаландым. Міндетті түрде каналға жазылуды ұмытпаңыздар. Сіздердің қолдауларыңыз мен үшін өте маңызды.